Мен Бедебаев Балтабай, Қармақшы ауданы Ақжар ауылдық елінде Рүстембек жыр үйірмесінің жетекшісімін. Менің айтатын тақырыбым сырдың бойы, оның бер жағында Қармақшы шайырлардың бірі де бірегейі Дүренғар Дырқайұлы. Дүренғар Дырқайұлы өзі өзіміздің Қармақшы өлкесі қазіргі Жаңажол елді мекенінде дүниеге келген. Ол кісі 1859 жылы дүниеге келіп, 1902 жылы дүниеден қайтыс болған. Ол кісі жастай жетім қалып, кедейшілікті, жоқтықтың тауқыметін көрген кісі сол жастайынан өзінің талабына берді ма, жақсы мынау ілімді, білімді, өнерді бас қосқан жерде керегенің іргесінен сығалап тыңдап жүреді екен әрқашан. Ол әркімнің есігінде өмірін сүріп жатқан кезде бұл Дүренғар атамызға түсінде аян береді. Қалқам дейтін өзінің жас кезінде бірге туған бауыры дүниеден өткен екен. Сол кісі айтады: айналайын Дүренғар бауырым, мына дүниеде жақсы сый сияпат жасағым кеп тұр. Мынау өнерді, жырды қатпен берейін ба, әлде қаппен берейін ба деген кезде, қап болса әр жерде қалып қояды, қатпен бер деген екен дейді. Сол апасының түсінің санасына сақталып, Алла тағаланың берген өмір шығар, дүниясы шығар, бойына жыр қонып, елдің, халықтың жағдайын, сол елдің қамында жүріп өмірін өткізеді. Қазіргі таңда Дүренғардың мынау енді ұруы, өзіміздің кіші Шөмекей деп жатамыз, оның ішінде Қаратамыр руынан өсіп өнген азаматтар. Сол Дүренғар бабамыздың осы сап алтындай сақтап, қазіргі жастарымыз, шәкірттеріміз осы бабамыздың өлең жыр шумақтарын, дастандарын қалдырмай, күннен күнге, айдан айға, жылдан жылға, ғасырдан ғасырға жеткізеді деген үміттеміз. Әлі жеткілікті жеткізетін уақыт бәрі алда. Енді сол бабамыздың мынау жақсы жырау емеспін деген шағын бір шумақ термесін айтып берейін. Жақсы жырау сөзін пұлдап қалған, жаманда жырау емеспін, таусылып сөзім тақалған. Сараптап сөзім сыналса, кемдемес атпен шапаннан, ой пәлі деген сөздерің келіп күлсеңдер, ол кем тимейді бақаннан. Ер көгерер деген бар, көптен алғыс баталған, сол айтқан ерің мен едім жасымнан оңғар. Атанғаның